Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен пиде түрік халқының ерекше тағамын жасап көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге қамырын жасау үшін жылы сүт, су және ашытқы, тұз, сұйық май керек. Жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз жұп-жұмсақ болады, қолымызға жабыспайды. Қамырды кем дегенде жарты сағатқа жылы жерге бетін жауып қоямыз. Салмасына тартылған ет және қызанақ және болгар бұрышы, пияз керек. Дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Болгар бұрышымызды, қызанағымызды, жуамызды блендерден өткізіп аламыз. Блендер болмаған жағдайда пышақпен ұсақтап турауға болады. Мен дәмдеуіштерден тек тұз бен бұрыш қостым дәміне қарата. Енді қамырымызды 5 бөлікке бөлеміз. Қамырымызды ұзынша қылып, сопақша формада қылып жайып аламыз. Қамыр қатты жұқа болып кетуге болмайды, орташа болу керек, себебі ас тесіліп кетеді. Мен осындай пергамент қағазын төседім. Сіздерде пергамент қағаз болмаса, табаға майды жағып төсеуге болады. Қапталын осылай бүгіп аламыз. «180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз». Достар, осыны жасап көріңіздер. Мен сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.